Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін евро-доллар нарада рейнжге каналды сатылаймыз дедік қой, 1,0867 деп жазып тастадық. То есть, либо канал, либо жаңағы пробой, лонг. Одан кейін евро-британец, мына евро-британец емес, шатыс кетіппіз. Қазір айтам қайсы екен. Одан кейін новозеландец, және де натурал газ. Негізі, және графиктерді қарап шықтым, сигналдар өте көп екен. Сделкаға кіруге болады. Міне, мысалы, евро-доллар. Евро-доллар мына деңгейден жоғары қарай, мына бір біздің келесі максимумымыз, мына бір бардың максимумы. Так, қанша болып тұр? Так, 0,9-да 267, 26. Қазіргі баға 700. Демек, анарда бір 800 болса, 400 пункт запас бар екен. Сондықтан біз бұл жерге сделкаға кіруімізге болады. Міне, мына максимумнан асқаннан кейін, мына деңгейді жылжыта салайын, міне, мына максимумдан кейін, міне касание бар, мына локальный уровень, үстіге қарай поджатие бар, коррекция небольшая, мына бір жердегі выкупной бар дейміз ба. Одан кейін деңгейге жақындап келеміз, осыдан позицияға где-то мынаған дейін кіріп көреміз. Так, сонда бізге барынша короткий стоп қою керек, нарада 150 дейікші. Так, нарада 400. Ну, 3 к 1 шықпай тұр, но дегенменде 3 к 1-ға жақындатып жіберуімізге болады. Или 150 емес, 120 алсақ та пойдет бізге стоп. Так, сонымен отложенный ордерға кеттік. Бізге керек баға 0,882 де 0,883-ке қояйық. Отложенный ордер. Buy stop 0,883. Яғни 830 деген ғой. Так, стопымыз бізде 710 болады, е? Егер 120 қоятын болсақ. 710 болсын. Так, take profitіміз 120 қоятын болсақ, 123-ке қойсақ, 360. 800-ге 300-ді қоссақ. Так, қанша болады? 800-ге 300-ді қоссақ. 130, е? 1130-ға еще 60-ды қоссақ, 1190. Демек, 0,9-да 190 болады. Кеттік. Сделка ашылды. Нарада 360 пункт, нарада 120 пункт. Так, одан кейін келесі бізде мына бірді айтқан. Шатыс кеттік. Нарада евро-британец деп жазып қойыппын. Неге өйтіп жазған? Түсінбедім. Так, 1,14,235. Бұл GBP швейцарский франк. Так, 1,14,235 міне нарада. Бізде запас қанша екен? Запас бізде 846 пункт бар екен. Мына астыңғы жақта барлығы 300. Бізге 300 керек емес. Что таймфреймде неме дейді екен? Так, мына накоплениеден алып кетсек қалай болады екен? Жоқ, біздің деңгейіміз мына жерде жатыр, мына жерде жатыр. Егер де біз нарығы стопты қоятын болсақ, нормально 160 пунктке стоп қоятын қойсақ та болады бізге. Сондағы біздің бағамыз қайда? Не екен ғой, линия екен ғой. Қысқарған линия. Так, бұның параметрі 14,230. 14,230. Надан алсақшы максимум. 14,30, 23, 24-ке қояйық. 14,24. 240 болады. Так, бұған да отложенный ордер. Buy, stop. Так, 14,230. 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 14,
Так, двойное пояснение. 14.240. 240 десек. Стоп. 160. Демек 13-те. 160 екен ғой. 240-тан не 140-ты алсақ 100 болады, 14-те 0,80 болады, иә? 160 дегеніміз 0,80. Так, take profit 160-ты. Үшке көбейтсек. 6 жерде 300. Так, 480 керек қой бізге. 480. Мынаған 240-қа 400 қоссақ 640, 640-қа 60, 700, 720 болады, иә? 14-те 720. Так, мынарада қараймыз. 160 пунктте жәнегі стоп тұр. Take profit 480-де тұр. Нормально. Так, одан кейінгі. Мен мынарада по факту кіре беруге болады. Ағымдағы бұған. Енді австралиец Новая Зеландия оған қазір келеміз. Мынадан төмен қарай позицияға кіруге болады. Глобальный тренд төмен қарап тұр. Асты қарай поджатие бар. Мына деңгейден шықтық. Мынау кеше, по-моему, айтты ғой, бұны ложный пробой жәнегі каналдың ішін саудалауға да болады, каналдан сыртқа да саудалауға болады. Бірақ нарадан кіші таймфреймді көріп тұрмыз. Асты қарай басып келе жатыр, сондықтан тәуекел асты қарай позиция кіріп керек. Так, астыға қарай позиция кірдік. Стоп-лосс бізде. Қазір былай көреміз. Қараңыздар, 160 па тым алыс еді, 170 біз нарға тартысақ та болады, в принципе, түске. Неге егер де баға маған қайтып келетін болса, онда мына бір артын көрейікші. Нормально, 120 пункт. Мына бір бардың астына қойдық. Қайтып келетін болса, онда бесполезно бәрібір. Так, бізге керек 400 пункт жетіп тұр. 560 ба. Примерно осылай. Жоқ дегенде 3-ке бір точно бар. Так, ары қарай кеттік. Ары қарай бізде. Так, мынау керек емес. Деңгейден ашылғанбыз. Енді жәнегі австралиец Новая Зеландия кетті міне асты қарай. Так, мынаны да біз неге оқып қойыппыз, либо үстіге, либо астыға деп. Либо каналды сатылаймыз, либо жәнегі осыдан жоғары қарай сатылаймыз деп. Каналды сатылаған дұрыс сияқты көрініп тұр, сондықтан мынаған по факту креслайын. Ағымдағы бағамен. Так, мына жерде бізде қысқа стоп болатын шығар. Технический стоп қоямыз, яғни мынаның артына қоюға тырысамыз. Соған келіп тұр как раз. 150-ге қойсақ. Так, 150 болса, мына 450 болу керек. Так, жақсы, сделка ашылды. Алыстау екен, иә? Бізге желательно нарға жақынырақ ортаға қарай. 360 болса. Анда жақындатсақ, в принципе. 120-ға. Өйткені деңгей бар бізде. Ең басты деңгейдің артында болса болды. Так, жақсы. Австралиец ашылды. Ендігі бізде натурал газ. Натурал газдан бұрын бізде, по-моему, так, мынаны да сатылуға болады негізі.
Так, мынаны егер де біз мына деңгейден кейін кірсек, мына кедергілер, ең бірінші кедергі мыналар. Так, жақсы. Емес бізге керек. Бірінші мына натурал газдан бұрын міне золото әдемі тұр. Мына деңгейді біз жылжытуымызға болады. Мына паранормаль, мына бардың максимумына қойсақ. Так, бұның максимумы бізде 19.35. 19.35-тен жоғары қарай. 19.35-тен жоғары қарай. Вообще дальный ретест болып тұр. Дегенмен де тұра берсін. Так, 19.35. Бай стоп. 19.35-тен 35-те 87 деп тұр. 36-ты қойсақ. Так, стоп. Қазір реттеп аламыз. Қазір реттеп аламыз. Мына жерде объем біз, так, бұны қаншамен кіру керек еді? 10-мен кіріп көрейік. Золото 10-мен кіруге бола ма екен? Так, 36 дедік. Так, мынаның стопы примерно 300 пункт болу керек. 300-400 мыңға. Так, 300-400 мыңға болса, значит, take profit 1,5-2 мың пункт. Міне атары 2,5 дейді. Біз 1,5 алсақ та береді. Мына 200. Так, 360-тан алатын болсақ, значит, 363-ке бөлсек, онда примерно 1100 сондай болып тұр ғой. Норм. Енді натурал газ. Тоже жақсы кетіп бара жатыр ғой. Міне натурал газды по тренду мына деңгейден төмен қарай. Так, біздің деңгейіміз мынаның минимумы қанша екен? Лоу 38. Мыналар қанша? 39. Значит, 38-ден төмен қарай. Сел стоп. Сел стоп 38-ден төмен қарай. Так, 39 емес, 38. И take profit пен стоп лосс. Так, реттеп аламыз қазір. В принципе, осыдан төмен қарай кетсе, мына жер нормально негізі. Так, 350 пункт. 350 пунктке $350 жоғалтады екенбіз. Так, значит, бізге керегі 900. Так, біздің точка входа. Біздің деңгейіміз тұрған жоқ қой жаңа. Ровно 28 минимум. Так, горизонтальная линия некс тұрған жоқ.
Так, 5 минут кетейік. Дадим накопление осыдан кейін. Осыдан егер астыға әрекет ететін болсақ, күшті бір қозғалыс болайын деп тұр. Так, жақсы. Осы неше сделка аштық біз. Так, екеуі ашық тұр. Екеуі ашық тұр и отложкадан бізде төртеу тұр. Төрт отложенный, екі сделка, сонда барлығы алтау. Көреміз неме боларын. Тұра берсін. Енді кешегі сделкаларды көрсеткенге отыр. Қазіргі баға бізде кешегі сделка, так, 5 мыңнан $61 жоғалтып алдық. Я соларды көрсетіп жіберейін. Так, Amazon. Amazon'да ашайық. Міне мынарда короткий стоп болып кетті. Бізде 50 пункт қана ғой, мына 50 цент. Или 50 емес, қанша екен? Аха, 50 цент тым аз екен. Сәл төмен қойған кезде мынарда міне 70 пунктке қоятын, 70-75 пунктке қоятын болсақ, біздің стопымыз деп кетпес еді. Дегенмен де жарайды, бұл стопты ілді, кетті. Енді бүгінде жәнегі мына накоплениядан негізі жоғары қарай позиция көремізге болады. Біздің бүгін көреміз рынок қалай ашылатын. Осыдан жоғары қарай. Повторно бұйырса кешке рынок ашылған кезде кіреміз Амазонға. Так, бұл бізде жәнегі $15 алды, иә. Одан кейінгісі Alibaba. Міне Alibaba бізде не болды? Так, енді мынарда 5 шансов, е, по-любому минус берді. Alibaba бәрібір минусқа берді. Так. Мына деңгейден асқан кезде келдік, деңгейден соғып қайттан асқа кетіп қалды. Ничего страшного. Бұны да негізі жоғары қарай әлі де қарастыруға болады. Так, қарайық. Я осы локальный уровень созып қойып, бұйырса осы кешкісін осыдан ары қарай тағы жалғастырамыз. Жоғары қарай. Так, одан кейінгісі BRK Budget. Мына бұру, бізде безубыток берді. Вот, не қараңыздар, безубытоктың бір жаман жері қандай. Мысалы, біз кеше сделка ашқан кезде біздің стопымыз где-то ана жерде тұрды. Я, по-моему, 70 пунктта тұрды мынарда. Міне біздің take profit тұр. Кеше сабақта болған кезде баға осы жерге келді де, осыдан кері бұрып кетті. Сол кезде стопты безубытыққа осылай қояды деп мына жерге тартып қойған болатын. Негізінде тартпағанда, міне мынаға астыға барды, стопқа жеткен жоқ. Осыдан міне мына жерде біз стейкпен жабылар едік. Жәнегі керек прибылімізді алар едік. Мына 312-де 49 дейді. 312-де 49 көрек барды ма, барған жоқ па? Не барды? Мына барын максимум қарайтын болсақ, 312-де 63-ге дейін барып келген. Сол, безубытықпен жабылдық $1. Но егер де безубытыққа жылжытпаған кезде, мысалы мынада бізде қанша пункт болды? 210 пункт болды, 210-ды біз және 3-ке бөлетін болсақ 70 пунктке стопты қойғанбыз. Міне 70 пунктке нарыға стопты қоятын болсақ, біздің стопымызға жеткен жоқ, осы жерден кері бұрылып кетті. Кері бұрылып кетіп, мынада тегімізді алар едік. Так, одан кейінгісі мына бұру. СНК. Так, бұл қалай жабылды екенбізде? Мына дешевый акция ғой. Міне нарда кірдік. Стоп нарда тұр. Үстіге біраз барды, қайт келді.
Так, біздің тек қай жақта, алыста ма екен? Айда алыста жатыр екен. Жақсы. Алдағы уақытта мынандай дешевый акцияларға кірмей қояйық. Танымайтын акцияға. Так, кешегі сделкалар осы. Үшеуі минусқа жабылды, біреуі без убытокпен. Amazon нет, жаңағы стопты тағы да 50 центке емес, төмен қарай бергенде, хотя бы 80, 70-80 немесе $1. Онда, в принципе, шанс болар еді. Жарайды, бұл минуспен жабылды, но бүгін тағы да сделкаға кіреміз бұйырса. Егерде геппен былай қарай ашылып кетпесе жоғары қарай, онда осы деңгейден жоғары қарай кіреміз. Мына максимумдерге дейін. Енді Alibaba бұл жерде волатильность жоғары. Бұл жерде біздің стопымыз тым короткий екен. Алдағы уақытта Alibabаға нормальный стоп қоямыз. 100-150 пункт. Бірақ 150 пункт қоюға келмейді, өйткені біздің атарымыз всего лишь 300, яғни біздің стоп жәнегі атардың 50% никак болмайды. Сондықтан кіші таймфреймде, 5 минуттық таймфреймде примерно осындай волналарды іздейміз енді. В принципе, дұрыс қойдық 50 пунктке, но просто не повезло. Жақсы, бүгінге осы. Рахмет назарларыңызға. Жәнегі. Так, 4 сделка ашып қойдық, иә? 2 сделка аштық, и 4-еуі бізде неде тұр? Отложкада тұр. Бұйырса орында болады. Точно жақсы.